Ассалаумағалейкум баршаңызға. Бүгінгі біздің өтетін сабағымыз трейдинг жасау үшін, графикке анализ жасау үшін қолданылатын TradingView платформасы, яғни сайты жайлы болмақ. Бізде бұл TradingView платформасы кез келген браузерге кіріп TradingView деп жазсаңыздар поисковикке бізге осы TradingView сайтын шығарып беретін болады. TradingView. Міне осы TradingView сайтына кіріп, өздеріңіз тіркеліп алсаңыздар болады. Бұл жерде базовый подписка бесплатно, және платный подписканың түрлері де бар. Бұл жерде бізде көріп тұрғандарыңыздай $126 13 айға. $126, ал ай сайын төлейтін болсаңыздар $969 түседі. Бұл жерде бізде плюс деген версиясы бар, айына $16.62. Және де премиум подписка бар, бұл айына $16.69. Және Ultimate подписка айына $44.31. Бұл жерде әр подписканың өзінің ерекшеліктері, өзінің плюстары бар. Менде только базовый версиясы тіркелген. Осы продукты бөліміне кіріп, супер графиктер разделына кірсеңіздер, бұл жерде бізге керек активтің графигін шығарып береді. Мен бұл жерде алтынның графигін ашып отырмын, How USD деген. Және де содан басқа өздеріңіз қандай актив түрмен торговать еткілеріңіз келеді, соған байланысты өздеріңіз мына жерге кіріп, мына жерде бассаңыздар, міне акция, фонды, фьючерсы, форекс, криптовалюта, индексы, облигация, опционы барлығы көрсетіліп тұр. Осы жерден сізге не керек, соны іздеп тауып алсаңыз болады. Мына разделдарға кіріп, отдельно былай кіріп қарасаңыздар болады. Немесе осы поисковикке жазсаңыздар болады. Мысалы, евро USD жазып қойып. Евро USD мынау Оанда деп тұрған брокердің графигін қарасақ болады. Міне евро доллар. Мен өзім алтынмен жасандықтан мен тек қана алтынның графигін қараймын. How USD. Міне бізге алтынның графигін ашып берді. Мына жерде бізде индикатор қосылып тұр. Бізге алтынның графигін ашып берді. Біз бұл жерде таймфрейм деген нәрсе болады бізде. Таймфрейм. Мынау бізде қазір 30 минуттық таймфреймде тұр. Біз осының арасынан кез келген таймфреймді таңдап анализ жасай аламыз. Мысалы 5 минуттық таймфрейм дегеніміз, бұл сіздерге түсіндіріп өтейін. Таймфрейм дегенді мынау каждый свеча, мына жерде тұрған мынау каждый свеча бізде мына свеча әр 5 минут сайын пайда болып отырады. Осыны біз таймфрейм деп атаймыз. Мысалы, мына жерде 3 минуттық таймфреймді алайық. Мына жердегі міне қызыл, жасыл, мына қызыл свечаның барлығы каждый 3 минут сайын бізде пайда болып отырады. Міне бізде уақыт жүріп жатыр. Осы бізде 3 минут біткеннен кейін бізде мына свеча аяқталып, жаңа свеча пайда болады. Біз осыны таймфрейм деп атаймыз.
Так, бізде 1 сағаттық, 2 сағаттық таймфрейм түрлері өте көп. Мына жерде каждый свеча 1 сағат сайын пайда болады. 1 күндік, 1 апталық, 1 жылдық, 6 айлық барлық таймфрейм түрлері бар. Осы таймфрейм түрлерімен біз глобальный, локальный трендтің түрлерін анықтай аламыз. Өткен сабақта өткенде бізде тренд екіге бөлінеді ғой, өсуші және құлаушы деп. Осы таймфреймдерге байланысты біз глобальный, локальный трендтің түрлерін анықтай аламыз. Және де бізде бұл графикке біз индикатор қоссақ болады, көмекші ретінде бізге анализ жасауға көмек беруге. Міне индикатор деген кнопканы басамыз. Осы жерден өзімізге керек поисқа индикатор жазамыз. Ол индикатор қандай, мысалы объемы болуы мүмкін. Міне объемы. Бізде мысалы мына жерде қазір покупательдердің объемы міне жайлап азайып келе жатыр, байқап тұрғандарыңыздай. Мына жерде үлкен, өскен, азайған, азайып келе жатыр. Демек бізде осы жерде құлауы мүмкін деген сияқты бізге индикаторлар көмекке келеді. Индикатордың түрлері өте көп. Ол жерде платный, бесплатный деген сияқты. Оны өздеріңіз келесі сабақта түсіндіріп өтемін өздеріңізге. Так, және бізде мына жерде көмекші құралдар, мысалы линия тренда, горизонтальная линия, горизонтальный луч, вертикальная линия. Мына жерде кисть, маркер бізге белгілеу үшін. Прямоугольник. Осындай жерлерді бізге белгілеп алу үшін керекті құралдардың бәрі көрсетілген. Мына жерде текст жазсақ та болады. Деген сияқты. Так. Коррекция Фибоначчи. Длинная позиция, короткая позиция деген сияқты. Осы жерлерден барлық құралдарды қолдансақ болады. Все, осы біз сайт арқылы, TradingView сайт арқылы өзіміздің графигімізге анализ жасауға қолайлы болады. Осы біз TradingView платформасы арқылы анализімізді жасап, жаңағы қай брокерден шотымызды аштық, сол брокерге кіріп позициямызды аша беруге болады. Барлықтарыңызға рахмет. Тіркеліп қолдап отыруларыңызды сұраймын.